Саламатсыздар ма? Бүгінгі менің сабағымның тақырыбы метаболизм түрлері, энергетикалық алмасу кезеңдері. Зат алмасу, басқа сөзбен айтқанда, метаболизм тірі клеткада жүретін барлық химиялық процестерден тұрады. Тірі клеткада көптеген биохимиялық процестер жүреді. Метаболизм көптеген мультиферменттік жүйелердің өзара тығыз байланысының арқасында іске асатын клетканың белгілі бір бағытталған, аса мұқият ұйымдасқан белсенділігі. Заттардың алмасуы метаболизм, яғни жасушаның тіршілігін қамтамасыз ететін, организмде жүріп жататын барлық химиялық процестердің жиынтығы. Жасушадағы қандай да болса бір заттың белгілі бір тәртіппен ферменттік айналуға түсуін метаболистік жол, ал осы кезде пайда болатын аралық өнім метаболиттер деп аталады. Метаболизмнің қарапайым молекулалардың күрделі құрылымдық заттардың түзілу реакциясы анаболизм, ал бұған қарама қарсы өтіп жататын процесті катаболизм дейді. Жасушалық метаболизмнің түрлері жалпы анаболизм және катаболизм болып бөлінеді. Анаболизмнің өзі ассимиляция, яғни органикалық заттардың синтезі, мысалы фотосинтез үдерісінің барысында қанттардың синтезделуі, АТФ молекулалары ыдырайды. Ал диссимиляцияда органикалық заттардың ыдырауы, энергия АТФ молекулалары түрінде синтезделеді. Ал бұл түзілген АТФ молекулалары ассимиляция үдерісінде жұмсалады. Яғни катаболизм мен анаболизм деп отырғанымыз, бұл жерде катаболизм дегеніміз күрделі органикалық қосылыстардың қарапайым молекулаларын ыдыратса, ал анаболизм бұл жай заттардың, күрделі заттардың синтезделу, яғни наркоздардың, липидтердің және нуклеин қышқылдарының синтезделуі болып табылады. Жалпы тыныс алу үдерісінің кезеңдері үш кезеңге бөлінеді, яғни дайындық кезеңі, гликолиз және аэробты тыныс алу кезеңі. Яғни дайындық кезеңінде микроорганизмдердің өсімдіктердің жасушада жүруі, ал жануарларда жасушадан тыс ас қорытудағы ферменттердің әсерінен жүреді. Ал гликолиз бұл жерде кіші молекулалар жалпы әрі қарай ыдырайды. Ал аэробты тыныс алу кезінде, яғни қант толық суға және көміршықыл газға ыдырайды. Энергетикалық алмасу кезеңдері жалпы энергетикалық алмасуды әдетте үш кезеңге бөледі. Бірінші кезең, яғни дайындық кезеңі. Бұл процесс микроорганизмдер мен өсімдіктерде жасушада жүреді, ал жануарларда жасушадан тыс ас қорыту жолы қуысында түзілетін ферменттердің әсерінен жүреді. Яғни бұл кезеңде полимерлердің ірі молекулалары мономерлерге, наркоздар әмин қышқылдарына, полисахаридтер қарапайым қанттарға және де майлар май қышқылдары мен глицеринге ыдырайды. Ал екінші кезеңінде түзілген кішігірім молекулалар әрі қарай ыдырайды. Бұл кезде энергия бөлінеді және де қор ретінде жинақталады. Энергетикалық алмасудың екінші кезеңінің негізгі процестерінің бірі гликолиз болып табылады. Яғни гликолиз термині грек тілінен аударғанда гликоз қант, лизис ыдырау деген мағынаны білдіреді. Яғни гликоз немесе анаэробты тыныс алу цитоплазмада оттектің қатысуынсыз жүретін процесс болып табылады. Гликолиз процесінде глюкоза немесе фруктоза 2-3 көміртекті қосылысқа ыдырайды. Міне осымен менің сабағым аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.